Текстке қатысты барлық мазмұндарды көріп болдық. Енді position деген сияқтыларды көрейік. Bir div құрайық. Сөзсіз CSS-мізді кіргізіп әкелуіміз керек. Stylus Position CSS. Position деген орын. Әдетіміз бойынша барлығының ішкі сыртқы аралықтарын жоқ етейік. Және ең үлкен parent осыған ұзындық және биіктік берейік. Ішіндегісін кішкене қылайық. Background беріп көріп отырайық. Мынаны кішкене қылайық. Мына жасылды маржин бере салайық. Маржин үстіңгі мен астыңғысы 50 пиксель оң солы автоматты түрде дей салайық. Онда тең ортасына келеді. Яғни оң жағы, сол жағы теңесе қалады. Автомат емес пе? Енді position дегенмен танысайық. Мына үстіңгінің біреуіне салыстырмалы түрде орын өзгерісін бейнелеу үшін қолданады. Яғни мына үстіңгі ең үлкені әкесі, яғни parent. Мына ашық жазылды біз position теңшейік relative деп. Бұл осыған салыстырмалы болсын деген сөз. Яғни relative деген салыстырмалы деген сөз. Ал мынау absolute болсын. Position absolute. Absolute болса absolute болды деген сөз. Мынау енді әрқандай қозғалыс жасаса, мына үстіндегі әкесі, яғни мына қызыл, мына жасыл, ашық жасыл div-дің соның осы нүктесі бойынша салыстырмалы қозғалыс жасайды деген сөз. Яғни мынандай нәрсе істейік.
абсолют деп теңшеп садық. Енді сол жағынан 20 пиксель аралық қалтырайық. Міне. Яғни не біреу ең сол жағындағы міне біреу нүкте осыны тұрақты етіп осыған қарай салыстырмалы қозғалыс жасайды. Физикадағы немене ұқсап кетті ғой. Жер шары күнді салыстырмалы етіп қозғалыс жасайды деп. Сол сияқты міне біреу нүктені, міне біреу нүкте, мына нүктеге байланысты орын ауыстыруы осы абсолют болады. Яғни үстіңгі жағынан 50 пиксель орын алмастырайық. Мында 50 пиксель орын алмасып тұр. Ал енді бұны бұлай жазуға болады. Потом 10 пиксель, яғни астынан 10 пиксель мында. 10 пиксель аралық қалдырды. Ал енді оң жағынан 10 пиксель деп жазсақ та болады. Мында. Егер мынаған видз хит бермей сынап көрейік. Екеуі де жоқ. Мынау да жоқ. Ештеңе жоқ. Өйткені биіктігі 0 болып мына басында қалды ғой. Енді бұған үстін алдымен позишнды белгілеуіміз керек. Позишнды белгілегеннен кейін үстіңгі жағы 0, сол жағы 0, астыңғы жағы ода 0, оң жағы ода 0 қылып тастайық. Онда міне біррақ бекітіп алды деген сөз. Яғни бағанағы диабиміз мынанда, мына 4 бұрышын бірақ алды деген сөз. Егер мына нөлдерді жиырма пиксель дейік. Мында сол жағынан 20 пиксель, үстінен 20 пиксель, оң жағынан 20 пиксель, астынан 20 пиксель орын қалтырып отыр. Бұл үнемі қолданылады. Әсіресе көбінесе қандай қолданылады дегенде мына сияқтыларды іске асыруда қолданылады. Біреуін іске асырып көрейік онда. Осының үстіне жазайық. Бір div жазайық. Класс берейік. Бұны батырма қылып жасайық. Және бұл div'дің батырма жоқ контейнер қаласылайық. Осының ішіне бір батырма. Батырма келтірейік. Батырманың ішіне тағы бір div. Осындай бірдеңе келтірейік. Содан бұның ішіне бір UL құрайық. Оның ішіне лидан 5 құрайық. Ішіне айтым 1-2 деп белгілей салайық. 1, 2, 3, 4, 5 көрейік. Онда жоқ, мынау астына келсін.
Төтө padding берек. Background берек. Display inline block қыла салайық. Одан кейін border емес, border radius берек. 10 пиксель, 7 пиксель. Содан кейін color ақ. Содан кейін астындағысын көрейік. Dropdown дегенге осының ішіндегі лидарға UL-ге берейік. Display block. Контейнердің max width'і жоқ, төтө осындай беректе background белдік. Өзіміз көріп отырғанға қолайлы. Мынандай екен. Содан осының ішіндегі контейнердің UL-дің ішіндегі лидардың дисплейі блок padding үсті 5 пиксель, оң солы 10 пиксель қылайық. Одан кейін UL-дің үстіңгі аралығы margin top 10 пиксель қылайық. Содан кейін негізі қоластық та болады ғой деймін. Енді мынадарға hover берейік. Контейнердің ішіндегі UL-дердің лидің hover дегеніне, яғни үстінен бүйтіп өте шыққан кезде алдымен мына курсор беріп тастайық. Біткенде текст болып білініп қапты. Текст емес, курсоры pointer, яғни мынандай болып жалғаным екенін білініп тұрсын. Осыған background color істеп тұр. Ал енді бұл жоқ кезде мынаның background color'ы мынандай болсын.
одан кейін мына үстіндегі контейнердікін алып тастайық. Мынаған бордер беріп қояйық. Яғни мына неге жаздым дегенде, мынау overflow деген мына бордерді бергеннен кейін мына ішіндегі лидар мынаның көлемінен асып кетті. Мына жерде сол үшін бердім. Содан кейін мынаны жасырып тұрайық. Яғни біз мынаны шығармақшымыз ғой. Осыны басқан кезде емес, бетіне барған кезде шығармақшымыз. Дисплейі жоқ. Не шықпайды. Ал енді контейнердің қауыр болған жағдайындағы дропдаун деген дисплейі блок болсын. Мында шықты. Енді қарайық. Біткен кезде астындағысын бәрі қозғалып кетіп тұр. Бұны қалай шешеміз дегенде бағанағы үйренген position, яғни мынаның үстіндегі контейнерге position relative деп береміз. Яғни осы контейнерді салыстырма тұрақты, салыстырмалы нүкте етіп алады контейнердің сол жақ үстіңгі нүктесін. Содан кейін мынаған position absolute деп теңшейміз. Содан кейін енді қарасақ, міне оған ешқандай әсер етпейді. Мысалы, мынау астыға қарай түсіп кетпейді, мен жерден көп орын алмайды. Тек қана батырманың орнын алады. Одан басқасы бүйтіп өзі көрінеді. Ал мынау неге астыға түсіп кетті дегенде, мынау z-индекс деген нәрсе болады. Яғни мына браузер HTML-дың суретін әсілінде браузер сурет сызып шығады ғой. Мынаған сурет қып сызып шығып, мына жерге қойған кезде міне мынау астына сызылып қап тұр. Бұны қалай жоғалтамыз дегенде z-индекс деген нәрсе бар. Бұған z-индекс 1 деп берсек егер, мынаған z-индекс 2 деп берсек, енді бетіне көрінеді. Жаңа астына қарай кетіп қап тұрды ғой. Енді мынаның ұзындығын мынамен бірдей қыламыз. Absolute қылдық. Екі түрлі бірдей қылу жолы бар. Яғни right 0 бағана әдіс бойынша, left 0 деп бірдей қылсақ та болады. Мұнда не болмаса енді тышқан жақсы демей тұр. Бұны
Бұлай бірдей келтірсек болады. Мында. Лидерға пәттен берейік. Одан кейін текстін теңшесілік. Текст line center ортасына келеді. Тексттер ортасына кеп тұр. Егер біздің төте жазу болса right десек, оң жағына барады. Мынада center қыла салайық. Одан кейін рең теңшейік. Реңі ақ болсын. White деп жазсақ та болады. Не болмаса алдындағы бойынша ең бетінде емес пе? 256, 256, 256. Одан кейін фонт сайзын үлкейтейік. Жаңа кішкене болып тұрған. 18 пиксель. Көрейік. Мында. Алдын екі аралықты жаңа өзіміз беріп тастағанбыз. Жақындатып қояйық. 10-ға 2-ді бердік дегенде маржин топ деп мен жерге беріп тастаппыз. Осыны жоғып тастасақ болды. Мында. Өстіп өздеріңіз қосымша нәрселерді жасап, өздеріңіз бір жағынан көріп, сөйтіп үйрене жүріңіздер. Position деттік, одай мынада қолдануды үйрендік. Енді осыны өздеріңіз жазып көріңіздер. Келер сабақта тағы бір сабақтарды өтеміз.